Бүгінгі тақырып ішкі секреция бездері. Инкреттерін организмдегі сұйық ішкі ортасына қан, лимфа, ұлпа сұйықтығын бөлетін бездер. Бұл бездер тек секрет бөлетін соңғы бөлімдерден тұрады. Шығару өзектері болмайды және қан тамырларына өте бай келеді. Эндокринді бездер орталық және шеткі эндокринді бездер болып екіге бөлінеді. Орталық эндокринді бездер гипоталамус, гипофиз және элифиз, ал шеткі эндокринді бездер қалқанша маңы, бүйрек үсті бездер жатады. Бұлардан басқа организмде қосарлана қызмет атқаратын аралас бездер де болады. Оларға жыныс бездері, ұйқы безі, плацента және тимус жатады. Эндокринді бездер гормондары организмнің сұйық ішкі ортасы арқылы дене мүшелерінің дамуы мен қызметін, олардағы зат алмасу деңгейін гуморалды реттеуге қатысады. Эндокринді бездер қызмет ерекшеліктеріне қарай екі топқа бөлінеді. Тек эндокринді қызмет атқаратын бездер, оларға қалқанша серік бездері, гипофиз, бүйрек үсті бездері, серік, эпифиз және тимус жатады. Аралас қызмет атқаратын бездер бұл топқа ұйқы безі мен жыныс бездері жатады. Ішкі секрециялық бездердің топографиялық орналасуы жағдайы мен табиғатына қарай 5 топқа бөлуге болады. Біріншісі, нейрогенді бездер тобына гипофиз мен эпифиз жатады. Екінші, бронхиогенді бездер тобына табиғат жағынан ұрықтық желбезек аппараты мен жұтқыншақ қабырғасынан дамитын қалқанша серік бездер мен айрықша без жатады. Үшінші, хромофинді бездер тобына бүйрек үсті безі жатады. Төртінші топқа ұйқы безінің аралық бөлігі жатады. Бесінші топқа жыныс бездерінің эндокриндік бөлігі жатады. Аралас бездер жыныс бездері және ұйқы безі болып бөлінеді. Мынау ұйқы безінің басы, денесі, құйрығы болады. Ол екі қызмет атқарады. Мына жерде ұйқы безінің қалыпты және қабынған күйдегі суреті бейнеленген. Гормондары ұйқы безінің бөлінетін гормоны инсулин. Жыныс бездері организмге екіге бөлінеді. Аталық және аналық жыныс бездері. Аталық жыныс безі өзінен тестостерон гормонын бөледі. Аналық жыныс бездері эстроген және прогестерон гормонын бөліп шығарады. Енді қалқанша маңы бездері. Қалқанша безден бөлінетін гормондар жетіспесе, адам миксидема ауруына шалдығады. Аурудың белгілері: ағзада зат алмасу 30-40%-ға дейін бәсеңдейді. Әсіресе нароз алмасуы бұзылады. Терінің астына су жиналады. Тері құрғап, денесі ісінеді. Дене температурасы төмендейді. Жүрек соғысы баяулайды. Қозғалысы бәсеңдеп, ойлау қабілеті нашарлайды. Шашы түсіп серейді. Аурудың тироксин гормонын емдейді. Тироксин гормонының синтезделуіне ағзада йодтың болуына байланысты. Адам йодты калий, йодты натрий түріне тағаммен қабылдайды. Адам денесінде 30-50 мг йод болса, соның шамамен 15 мг қалқанша безде кездеседі. Егер ішетін тағамда йод жетіспесе, адам іспе бұған, яғни эндемиялық зоб ауруымен ауырады. Мұндай ауру әсіресе топырақ пен судың құрамында йодтың аз болуынан пайда болады. Тәулігіне адамның қабылдайтын йод мөлшері 0,115-0,20 мг болуы керек. Аурудың белгісі: қалқанша бездің ұлпалары өсіп, ұлғайып, салмағы 1 кг-ға дейін жетеді. Сондықтан оны алқым үсуі дейді. Бұл ауруды емдеу және болдырмау үшін ас тұзына йод қосады. Балабақша мен мектептерде балаларға дәрі береді. Дәрінің бір түйірінің құрамында 1 мг йодты калий бар. Қалқанша безден гормон көп бөлінсе, денеде зат алмасу күшейеді. Жүрек соғуы жиілейді. Қан қысымы көтеріліп, жүйке жүйесінің қозуы артады. Тамақты көп ішкеннен салмақ қоспай, керісінше арықтайды. Тез ашуланады және керлегіш болады. Көздері бадырайып, шарасынан қарай шығып тұрады. Мұндай ауруды бадырақ көз немесе Базедов ауруы дейді. Бұл аурудың неміс дәрігері Базедов сипаттап жазған. Ауруды емдеу
емдеп жазу үшін қалқанша бездің кішкене бөлігін кесіп алып тастайды. Жеке жасушаларын жою үшін рентген сәулесімен емдейді. Тироксин гормонының түзілуі мен бөлінуіне гипофиздің алдыңғы бөлігінен бөлінетін гормондарды реттейді. Қанда тироксиннің концентрациясы қалыпты деңгейде болған кезде гипофизден бөлінетін гормонның мөлшері азаяды. Тироксиннің қалыпты деңгейіне болуына көмектеседі. Гипофиз аралық мидың астыңғы жағынан жіңішке өсінді арқылы бекінеді. Пішіні үрмебұшақ тәрізді. Ересек адамдарда салмағы 0,5-0,6 граммға жетеді. Гипофиз безді және жүйке ұлпаларынан тұрады. Гипофиз алдыңғы, ортаңғы және артқы бөліктерден тұрады. Бұл безден бөлінетін 25 түрлі гормонның жетеуі жеке бөлініп алынып толық зерттелген. Бұның қызметі гипофиздің алдыңғы бөлігі құрамы нәруыздан тұратын өсу гормонын бөледі. Өсу гормоны дененің өсіресі ұзын сүйектердің өсуіне әсер етеді. Нәруыздың майдың көмірсудың алмасуын реттейді. Жыныс бездерінің жұмысын қалпына келтіреді. Сүт безінің сүттің бөлінуін қамтамасыз етеді. Бүйрек үсті безі қыртысының өсуіне, одан бірнеше гормонның бөлінуіне, қалқанша бездің дамуы әсер етеді. Қандағы темірдің тұрақтылығын сақтайды. Эпифиз пішіні домалақша без, салмағы 0,2 грамм. Ол ортаңғы ми мен аралық мидың ортасында орналасқан. Одан мелатонин гормоны бөлінеді. Ол ағзада тәуліктік ырғаққа басқа ішкі секреция бездерінің және қандағы калий мөлшеріне әсер етеді. Ішкі секреция бездерінің секторлық құрылым тән, олардың мөлшері үлкен болмайды, бірақ қанмен мол жабдықталады. Безде қан тамырлары орасан сіңеді. Орасан көп капилляр торын құрайды, сондықтан без бөлген өнімдер қанға тез сіңеді. Эндокринді бездер немесе ішкі секреция бездері организмнің сұйық ішкі ортасына бөлетін бездер. Бұл бездер тек секрет бөлетін соңғы бөлімдерден тұрады. Шығару өзектері болмайды және қан тамырларына өте бай келеді. Эндокринді бездер орталық және шеткі эндокриндік бездер болып екіге бөлінеді. Орталық эндокринді бездер гипоталамус, гипофиз және элефиз, және шеткі эндокриндік бездерге қалқанша маңы, бүйрек үсті бездер жатады. Бұлардан басқа организмде қосарланған қызмет атқаратын аралас бездер де болады. Оларға жыныс бездері, ұйқы безі, плацента және тимус жатады. Эндокринді бездер гормондарды организмнің сұйық ішкі ортасы арқылы дене мүшелерінің дамуы мен қызметін, олардағы зат алмасу деңгейін гуморалды реттеуге қатысады. Сабақ түсінікті болды деген ойдам. Сұрақтарың болса комментарийға жазыңдар. Арнаға жазылып, лайк басып, достарыңа жіберуді ұмытпаңдар.